Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге таңжарқын. Бүгін тауық еті мен брокколи қосылған кеш пирогын әзірлейміз. Пирогымыз өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Барлық жанға ұнайды. Пирогымыздың ортасы осылай өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Пирогымызды жасауға қажетті заттарымызды дайындап алдым. Ең алдымен қамырымызды илеп дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Ұнымыздың үстінен қатты сары майымызды салып, теркамыздан қатты сары майымызды осылай ұнымызға араластыра отыра, теркамыздан үкішімізден өткізіп аламыз. Міндетті түрде сары майларыңыз өте қатты болу қажет. Осылай сары майымды өткізіп алдық үкішімізден. Енді ұнымыз бен сары майымызды араластыра отыра крошка жасап аламыз. Біріктіріп. Осылай ұнымыз бен сары майымызды араластырып алдық. Енді үстінен бір жұмыртқамызбен жұмыртқамыздың сарысын қосып, қамырымыздың басын біріктіріп, илеп аламыз. Артық ұн қоспаймыз. Осылай қамырымызды біріктіріп илеп алдық. Енді пакетімізге салып, 1,5 сағатқа тоңазғышқа қойып қоямыз. Енді салмасын әзірлейміз. Алдын ала тауығымыздың төс еті мен пиязымызды турап алдым. Енді қуырып аламыз. Ыдысымызды отқа қойып, үстінен сұйық майымызды құйып, турап алған тауығымыздың төс етін саламыз. Жақсылап араластыра отыра қуырып аламыз. Орташа отта қуырып аламыз. Тауығымыздың төс етінің үстінен пиязымызды саламыз турап алған. Екеуін араластыра отыра жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды және қара бұрышымызды саламыз. Араластырамыз. Осылай жақсылап араластыра отыра қуырып алдым. Дайындап қойдық тауығымыздың төс етін. Енді брокколимізді алып, жақсылап жуып алып, қайнап тұрған суымызға 3 минутқа салып, қайнатып аламыз. Дәміне қарай сәл тұз қосып жібердім қайнап жатқанда. Осылай жақсылап араластырып, 3 минут брокколимді қайнатып алдым. 3 минуттан кейін аламыз брокколимізді. Осылай салмамызға қажетті заттарымызды қуырып және пісіріп дайындап алдым. Енді 1,5 сағат өткесін тоңазғышта тұрған қамырымызды алып, қамырымызды жайып аламыз. Пешімізді осы уақытта қыздыруға қойып қоямыз. Осылай дөңгелек етіп қамырымды жайып алдым. Енді бізге форма қажет. Мен осы 24-тік форманы алдым. Астына пергамент қағазын және қазір сұйықтығымыз ағып кетпеу үшін астына формамыздың фольга төсеп жібердім. Жайып алған қамырымызды осылай формамызға орналастырып, шет-шетіне бортик шығара отыра, осылай формамызға қамырымызды орналастырып алдық. Енді вилкамызбен осылай тесіп шығып, 10 минутқа пешімізге салып аламыз. Енді сұйықтығымызды дайындап аламыз. Мен осы түрлі сливкиді пайдаландым. 33% қалектің 160 грамм сливкиімізді аламыз. Үстінен теркамыздан өткізіп алған, үкішімізден өткізіп алған 100 грамм сырымызды саламыз. Және үстінен 3 жұмыртқамызды жақсылап шанышқымызбен осылай араластырып алып құямыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Көп қоспаңыздар. Және қара бұрышымызды қосып араластырамыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алдым. Енді сұйықтығымыз дайын.
Енді пеште тұрған қамырымызды алып, 10 минут қамырымызды пешке қойып алдық. Енді үстінен қуырып алған тауығымыздың төс еті мен пиязын саламыз. Осылай тегістеп салып алдым. Енді қайнатып алған брокколимізді саламыз. Осылай брокколиларымды салып алдым. Енді бір қызанағымызды турап қосамыз. Осылай қызанақтарымды қосып алдым. Енді дайындап алған сұйықтығымызды үстінен құйып, осылай сұйықтығымды құйып, тегістеп, барлық жеріне сұйықтығымды тегістеп алдым. Үстінен әдемі көріну үшін шерри помидорын қойып шықтым. Бұл міндетті емес. Егер болып жатса, шерри помидорын осылай қойып шығыңыздар. Осымен қызып тұрған 190-200 градуста 35-40 минутта пісіп шығады. Осылай пирогтарымыз өте әдемі болып пісіп шығады. Осымен кереметтей тауық еті мен брокколи қосылған кеш пирогымыз дайын. Қанша граммнан қосқаным, барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Барлық жанға ұнайды. Сіздерге ортасында бөліп көрсетіп жатырмын. Өте дәмді болып шығады. Толықтай суығасын барып кесіңіздер. Ортасы осылай өте әдемі болып шығады. Қош сау болыңыздар.